Сәлем сұлулар, бүгін мен Гүлнұр сіздермен өте дәмді, дәруменге бай салат рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге алдымен қайнатылған қызылша, қайнатылмаған сәбізімізді, алмамызды және жүгері жаңғақ майонезімізді дайындап аламыз. Қайнатылған қызылшамызды тақтайымыздың үстіне қойып, жақсылап кубиктап турап аламыз. Дәл видеодағыдай. Турап алған қызылшамызды бос ыдысымызға салып, оның үстіне теркадан өткізілген сәбізімізді, оның үстіне жүгерімізді, одан кейін майдалап туралған жаңғағымызды, оның үстіне кубиктап туралған алмамызды салып, шым-шым тұз сеуіп, дәміне қарай. Одан кейін майонезімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Майонезіміз толық араласу керек. Міне, біздің салатымыз дайын. Енді кез келген ыдысқа салып, әсемдеп, қонағыңыздың алдына ұсынсаңыз болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.